күнді ұмыт қылсам егерде, айтыңдаршы, несіне өмір сүремін деген өлең жолдармен бүгінгі қызықты қазақ тілі әлемінде атты интеллектуалдық сайысымызды бастаймыз. Армысыздар, құрметті қонақтар, оқушылар. Бүгінгі сайысымыздың мақсаты оқушылардың қазақ тілі пәнінен алған білімдерін анықтау. Бірінші кезең ұшқыр ой. Бірінші топтың көшбасшысы Полина, орнынан тұра ғой. Біз сұрақты оқимыз. Сен сол сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беруің керек. Бірінші топ. Бірінші сұрақ. Қазақ тілі мемлекеттік тіл. Екінші сұрақ. Қазақ тілінде 40 әріп бар. Үшінші сұрақ. Дыбыс екіге бөлінеді. Төртінші сұрақ. А дыбысы дауыссыз дыбыс. Бесінші сұрақ. Ә дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Жарайсың. Алтыншы сұрақ. М дыбысы қатаң дауыссыз. Жетінші сұрақ. Сөйлем бас әріптен басталып жазылады. Сөйлем бас әріптен басталып жазылады. Сегізінші сұрақ. Күн сөзі бір буынды сөз. Тоғызыншы сұрақ. Жер, су аттары бас әріптен басталып жазылады. Жер, су аттары бас әріптен басталып жазылады. Соңғы 10-шы сұрақ. Ұя сөзінде 2 дыбыс бар. Жарайсың, отыра ғой. Екінші топ сіздерге сұрақ кезегі. Біздің топ басшысы. Біздің ана тіліміз қазақ тілі. Қазақ тілінде 42 әріп бар. Дауысты дыбыс созылып айтылады. Я жоқ, тез. Б дыбысы дауысты дыбыс. О дыбысы жуан дауысты дыбыс. Б дыбысы ұян дауыссыз дыбыс. Сөйлем кіші әріпімен басталып жазылады. Аю сөзі 2 буынды сөз. Жан жануарларға қойылған аттар кіші әріппен басталып жазылады. Күн сөзі 3 дыбыстан тұрады. Жақсы, өте тамаша. Шапақтап қояқ балалар. Келесі топ. Марлен. Біз қазақ тілінде сөйлейміз. Қазақ тілінде 42 дыбыс бар. Дыбыс 3-ке бөлінеді. С дыбысы дауыссыз дыбыс. Р дыбысы жуан дауысты дыбыс. Ш дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Кітап сөзі 3 буынды сөз. Адамның аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Ою сөзінде 2 дыбыс бар. Жақсы, сонымен шапалақтап қоямыз. Әділ қазылар мүшесі Опай санын саламыңыздар ма? Жақсы, сонымен. Бірінші топ көшбасшысы 10 сұрақтың 9-на дұрыс жауап берді. Екінші топ көшбасшысы 6 сұраққа дұрыс жауап берді. Үшінші топ көшбасшысы 5 сұраққа дұрыс жауап берді. Біз екінші кезеңді бастаймыз. Екінші кезең құпия сандық кезеңі қонады. Екінші топ тілден ұшып құлаққа қонады. Жақсы, кім жауап береді? Алиса.
курорт. Дұрыс. Үшінші топ. Жасыл ала дөңгелек, бақшада жатыр дөңгелек. Ағаш. Ағаш. Дөңгелек, дөңгелек. Дөңгелек бақшада өзі ала, жасыл. Кімде бар жауап? Қарбыз, арбуз. Аға. Ясмин. Watermelon дейді. Жақсы. Келесі. Ұрмай, соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Бірінші топ. Ұрмай, соқпай жылатады, әркім бірақ ұнатады. Пияз. Орша. Ағылшынша. Onion. Келесі. Қыста киімін тастайды, көктемде киіне бастайды. Үшінші топ. Жауап беріп көреміз ба? Ағаш. Ағаш, дұрыс. Дерево. Ағаш, дерево, tree. Жақсы. Екінші кезеңнің нәтижесі бойынша бірінші топ 3 ұпайды қанжығасына байлайды, екінші топ 6 ұпай, ал үшінші топ 3 ұпай. Оқушылар, сіздердің алдарыңызға. Бер қараңыздар. Бұл жерде балалар 3 топқа 3 ақын жазушылар балалар өлеңдерінен үзінді беріледі. Сіздер осы өлеңнің авторы және өлеңнің атын табуларыңыз керек. Мен таулықпын. Таудан мен жаратылған, көктің сүті мен емін еркелеткен, қуат алып орынның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылған. Мен таулықпын, мұқағали Мақатаев. Жақсы. Кіндігім қасиеттім, қастерлім, өзім барда өзегімде жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, бұданына бұғаландық басқа елді. Бабалардың басын тігі бәйгеге, аналардың жанарына жас. Тәуелсіздік. Өлеңнің тақырыбы тәуелсіздік. Автор кім? Қалқаман Сарин. Қалқаман Сарин. Жақсы. Балқаман дүниеге тұрып ұрысты. Балқаймақ. Бәтеңке шықты айлағып айту керек дұрысты. Сен екеуін күндесін, мені айтырып мүмкін деп. Кім пайдалы, кім мықты, кәне екеуін жеңілсе, мойындаушылар шындықты. Мойындар шындықты. Тақырыбы? Кім біледі? Сол топқа ұпай саны жазылады. 2 ұпай білетін топқа жазылады. Ал бірінші топ білеміз дейді. Өте жақсы. Үшінші кезең бойынша әр топтың нәтижесі бірінші топ 4 ұпайды алды, екінші топ 2 ұпай, үшінші топ өкінішке орай бұл сайыста ұпай санын жинай алмады. Топтар бейне жазба тыңдап, берілген тақырып бойынша постер қорғайды. Постерге қойылатын критерийлер. Осы критерийлер сақтайсыздар, сол бойынша сіздерге ұпай саны берілетін болады. Тыңдалым ақпаратын қолданады. 7-8 сөйлемнен кем емес, яғни постерді әңгімелейсіздер. Суреттер тақырыпқа сай келеді, сауатты сөйлейді, топ мүшелері толық қатысады. Еуразия құрлығындағы мемлекет. Табиғаты әр алуан. Мұнда жазық дала да, орман да, тау да, өзен де, көл де, шөл де.
сөз алдыңдар. Қазақстан туралы айтамыз. Халыққа қараймыз. Халыққа. Народ түсіндіреді. Айтады. Қазақстан ұлттық байлығы ол ту, елтаңба және гимн. Жақсы, келесі оқушы. Bir söyleme. Қазақстанда көптеген қалалар бар. Оның ең басты қаласы Астана қаласы. Келесі. Тәртібі. Сен нормаля. Туып көгілдір түсті. Оның үстінде күн, ою-өрнек және қыран бар. Елтаңба көгілдір түсті. Оның үстінде бес бұрыш, Қазақстан жазуы, қанатты тұлпар, масақтар бар. Жақсы. Әнұран Қазақстанның салтанатты әні. Оны әнұранды тұрып айтады. Қолымызды жүрекке ғой. Айтамыз. Осы балаларыңыз бар ма? Полина, микрофон жақын ұстаймыз, жақын. Қазақстанда 12 астам қалалар бар. Оның бірі Ақтау, Алматы, Астана, Нұр-Сұлтан. Жақсы. Гүлнұр, қосарың бар ма? Тезірек. Осы Қазақстанның ұлттық байлықтары Астана. Жақсы, сонымен бірінші топ аяқтадыңыздар деп ойлаймын. Шапалақтар. Тәуелсіздік рәміздері. Қазақстанда көп пайдалы қазбалар. Олар мысалы тас, алтын, күміс. Туда күн құран бар. Жақсы, болдық па? Шапалақтап қояқ. Екінші топ аяқтады, үшінші топ. Менің отаным Қазақстан. Қазақстан қаласы өте бай. Қазақстанда алтын, темір және тағы да басқалар бар. Қазақстан мемлекеті, я? Қазақстанның астанасы Астана. Қазақстан өте байлық мемлекет. Өте бай. Өте бай мемлекет. Қазақстанның жүрегі бұл Астана. Жақсы, Қазақстанның жүрегі бұл Астана екен. Тағы айтарларыңыз бар ма? Мұсадаға бек. Қазақстанның символы ту, әнұран және елтаңба. Жақсы. Балалар кішкене қобалжып тұр, шапалақтап қояйық. Жақсы отыра қойыңдар. Сонымен қазір әділ қазылар мүшесі ұпай санын шығарғанша алда Thank you.
жақсы. Маған бәрі сұрқы болды, және ойлар өте қызықты болды. Маған бәрі ұнады. Рахмет. Жақсы. Келесі. Тапсырмасы құпия сақып тапсырмасына не қиын болды? Қай тапсырма? Соңғы постер қиын болды. Жақсы. Түсінікті балалар, жазған стикерлеріңізді кері байланыс парағына жапсырып қойсаңыздар болады. Ал ортаға біз әділқазылар мүшелерін шақырамыз. Марапаттау сәтіне кезек берсек. Әділқазылар мүшелерін шақырайық. Шапақтап қояйық балалар. Қайырлы күн балалар. Бүгін енді біздер мына әділқазылар алқасы, мына апайлардың қазақ тілі пәнінің мұғалімдері біздер бір жақсы көріністің, жақсы бір сайыстың куәсі болып жатырмыз. Қызықты қазақ тілі әлемінде 5-6 сыныптар арасында өткен. Сайыс өте қызықты өтті деп ойлаймын. Сайыс өте тартысты өтті деп ойлаймын. Барлық 3 топтың 3-еуі де осы сайысқа өте керемет дайындалып келгендер көрініп тұр. Топтың ішінде өте белсенді қатысып отырған, өте белсенді жұмыс жасап отырған оқушыларды да көріп отырмыз. Барлық оқушылар да, барлық мұғалімдер де куә болды деп ойлаймын. Енді жаңағы сайыс болғаннан кейін, жарыс болғаннан кейін бұл жерде жаңағындай жеңіс те жеңіліс те болады. Осы тіл мен әдебиет ұлттың жаны атты апталық аясында 5-6 сыныптар арасында өткен қызықты қазақ тілі әлемінде атты интеллектуалдық сайыста жүлделі 3-ші орынға ие болғаны үшін ғұламалар тобы марапатталады. Интеллектуалдық сайыста жүлделі 2-ші орынға ие болған үшін ойшылдар тобы марапатталады. Қызықты қазақ тілі әлемінде атты интеллектуалдық сайыста жүлделі 1-ші орынға ие болған үшін өздеріңіз де біліп отырсыздар, дарындылар тобы марапатталады. Үздік көшбасшы номинациясына ие болған үшін Малкова Полина марапатталады. Полинаның тобы, Полинаның өзі 2 марапатпен кететін болды. Керемет, жарайсыңдар.